Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дамиткен. Бүгін баклажан вкляре және кабачок вкляре рулет тәрізді қылып пісіреміз. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Рахмет. Баклажанымызды сақина түрінде тураймыз. Ыдысымызға салып, шымшы тұз қосамыз. Кабачогымызды алып, вертикаль түрінде кесеміз. Шымшы тұз саламыз. Ал енді клярымызды дайындаймыз. Ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, шымшы тұз, бұрыш қосып венчикпен араластырамыз. Жарты стакан су құямыз. Аз қасықпен ұн саламыз. Салмамызды дайындаймыз. Мен алдын ала сәбізді үкіштен өткізіп алдым. Чеснок қосып, 2 аз қасық майонез қосып араластырамыз. Қызып тұрған күнбағыс майда баклажан мен кабачогымызды қуырып аламыз. Кабачокке салмамызды саламыз, оны рулет тәрізді қылып тураймыз. Тіс тазалағышпен қыстырып қойыңыз. Закускамыз дайын болды. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Сондай тойымды және дәмі өте керемет. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Рахмет.